Қыздар, сәлем. Духовкаға целый тауықты 2 ингредиентпен мариновать етіп, духовкаға күшті қылып пісіруға болады. Ол үшін мінекей майонез, сосын кейін кез келген приправа, любой приправа. Ошым екеуін бір-бірімен араластырасыздағы целый тауықтың іші сыртына полностью жағып шығасыз мына маринадканы. Хорошо, не переживайте. Жаңағы майонездің ішінде уксус бар, приправаның ішінде тоз, бұрыш, зира, мира, хумели, сумели бәрі бар, не переживайте. Күшті мариновать етіліп шығады. Оны целлофанға жауып, ауаны ары-бері шығармайтындай қылып, целлофанға жауып тастаңыздар, салып тастаңыздар да 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол екі ортада картошканы турап, оған тоз, паприка, подсолнечное масло, үшеуін құйып, хорошенько араластырыңыздар. Қыздар, кстати, менің каналыма жазыла кетіңіздер, тіркеліп, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ол жерде бірнеше оңай нелер бар, тамақтардың түрлері, тағамдардың түрлері бар. Сосын кейін картошканы өстіп араластырып, бұны картошканы мариновать ету деп атайды ресторандарда. Сосын кейін духовканың листына саласыздар да, ортасын ашып жібересіздер дағы. Жаңа мариновать етіліп тұрған тауықты ортасына тоңқайтып қойып қоясыздар да, 170 градуста апарып духовкаға тығып жібересіздер. Ол 1 сағат немесе 1 сағат 10 минут, 5 минут қана тұру керек. Одан артық жақындап қалған кезде, қыздар, уақыты болып қалған кезде телефонмен сөйлесіп отырып қалып жүрмеңіздер. Мен сияқты, хорошо, егер телефонмен сөйлесіп отырып қалсаңыздар, уақытында алмаған болсаңыздар, онда оның результаты тура мынандай болады. Бабам! Давайте, қыздар, бұл өте дәмді. Только әңгіме бұзау емізет, бұзау таяқ жегізет. Давайте, көп сөйлемейміз, онан да күшті қып, дәмді қып істейміз.